Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім. Бүгін сіздердің назарларыңызға балды торттың рецептісін ұсынамын. Бұл торт өте тез және оңай дайындалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен балға ас содасын салып, су моншасына қоямыз. Аппақ боп көпіргенше үздіксіз араластырып тұру қажет. Оған шамамен 2-3 минут кетеді. Енді су моншасынан алып, бірден сары май қосамыз. Сары майды ертіп алып, шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаны миксермен аппақ боп көпіргенше және көлемі 2 есе ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Енді жаңаға балды массаны үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Онда 2-3 ретке бөліп, електен өткізіп, біртіндеп сала отырып араластырамыз. Міне бізде осындай қоюлықта қоймалжың масса шығу қажет. Ендігі кезекте формаға пергамент қағазын жайып, жаңағы қамырды бір келкетіп жайып шығу қажет. Енді 180 градуста 10-15 минут бұрын қыздырып қойған пеште шамамен 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Корж піскен соң бірден ыстық күйінде пергамент қағазын алып тастау қажет. Достар, айта кететін жайт, мен тік 4-бұрыш үлкен форма қолданғандықтан қамырды тура 2-ге бөліп пісіріп алдым. Егер сіздер домалақ форма қолданатын болсаңыздар, әр коржға 2-3 ас қасық қамыр қажет болады. Бұл тортқа кез келген крем үйлесе береді, мен қаймақты кремді қолдандым. Әрбір корждың бетіне 3-4 қасық қаймақты кремді салып, бір келкетіп жайып шығу қажет. Торт толықтай дайын болу үшін жаңағы ұнтақтарды сеуіп шығу қажет. Крем толықтай сіңіп, торт өте дәмді болу үшін тоңазытқышқа 12 сағатқа қойып қойсаңыздар жақсы. Торт осылай оңай кесіледі, өте дәмді және нәзік болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, шайларыңыз тәтті болсын.